бар болғаны бір ғана құрма. Осы жиі суперфуд және табиғи кәмпит ретінде мадақталатын жемістің бір түйірі аш қарынға жеке желінген кезде таңертең ағзаңызда көптеген адамдар байқамайтын күрделі метаболикалық реакциялар тізбегін іске қосады. Бұл реакциялардың кейбірі белгілі бір жағдайда пайдалы болуы мүмкін, алайда жасыңызға, метаболизміңізге және денсаулық жағдайыңызға байланысты кейбірі шынымен қауіпті болуы ықтимал. Әсіресе 40 жастан асқан кезде бұл әсер күшейе түседі. Өйткені ағзаңыз 20 жастағыдай қантты күрт көтерілуіне оңай төтеп бере алмайды. Бүгін мен сіздерге аш қарынға бір құрма жегенде нақты не болатынын, оның жақсы, жаман, көбіне айтылмайтын жасырын әсерлерін егжей-тегжейлі түсіндіріп беремін. Құрмалар барлық жерде пайдалы өнім ретінде насихатталады. Олар қантқа табиғи балама, энергия көзі, ас қорытуға көмектесетін және жүрекке пайдалы тағам ретінде ұсынылады. Шын мәнінде бұл мақтаулардың көпшілігі орынды, бірақ өте маңызды бір нәрсе жиі ескерілмейді, ол уақыт пен контекст. Құрманы аш қарынға жеке жеу мен оны теңгерімді тамақ құрамында пайдалану бұл мүлдем екі түрлі физиологиялық жағдай. Дәл осы уақыт факторы бұл жемісті жеңіл көмекшіден метаболикалық стресс көзіне айналдыруы мүмкін. Соңына дейін оқып, көріп шығыңыз. Біз қазір сіздермен бірге мамандар мен метаболизм мамандары ең көп алаңдататын әсер бар екенін айтады. Бірінші кезекті қандағы қанттың күрт көтерілуі және түсуі. Бір құрма аз көрінуі мүмкін, бірақ аш қарынға ол қандағы глюкозаның тез көтерілуіне әкеледі. Ағзаңыз бұған жауап ретінде көп мөлшерде инсулин бөледі, нәтижесінде 1-2 сағаттан кейін қант деңгейі күрт төмендеп, әлсіздік, діріл, аштық пайда болуы мүмкін. Бұл кейін артық тамақ жеуге әкеледі. Екінші, 40 жастан кейінгі инсулин жүктемесі. Жас ұлғайған сайын инсулинге сезімталдық төмендейді. Аш қарынға тәтті тағамдарды жиі жеу ұйқы безіне артық жүктеме түсіріп, уақыт өте келе 2 типті диабет қаупін арттыруы мүмкін. Бауырға әсері. Құрмада фруктоза көп, ол негізінен бауырда өңделеді. Артық фруктоза бауырда майға айналып, майлы гипотозың бауырдың дамуына әкелуі мүмкін. Төртінші, ішектегі ашу және кебу. Құрма талшыққа бай, бірақ аш қарынға бұл талшық ішекті тез ашып, газ, кебу және жайсыздық тудыруы мүмкін, әсіресе ас қорытуда сезімтал адамдарда. Бесінші кезекте кортизолмен өзара әсері. Таңертең кортизол деңгейі жоғары болады. Осы кезде тәтті жеу кейбір адамдарда стресс әсерін күшейтіп, энергияның тұрақсыздығына, шаршауға және ашуланшақтыққа әкелуі мүмкін. Алтыншы, тәттіге тәуелді қалыптастыру. Қант домофин бөлінуін арттырады. Бұл миға тағы да керек деген сигнал беріп, күні бойы тәттіге құмарлық күшейетін болады. Олай болса, құрма зиян ба деген сұраққа жауап беріп көрейік. Жоқ, құрма пайдалы жеміс. Оның құрамында калий, магний, антиоксиданттар, талшық бар. Бірақ оның пайдасы оны қалай, қашан жегеніңізге байланысты. Олай болса, негізгі ережені есіңде сақта. Құрманы ешқашан аш қарынға жеке жеме. Қалай дұрыс жеу керек? Ақуызбен бірге, пайдалы майлармен бірге, 1-2 данадан артық емес. Аш қарынға емес, негізгі тамақпен бірге пайдалы таңғы ас түрінде жеуге болады. Мысалы, бір жұмсақ құрма және 200 грамм майлы грек йогурты мен бір ас қасық жаңғағымен бірге аздап жесең өте пайдалы. Осы тағамдардың барлығын араластырып баяу жесеңіз, ол ағзаға тезірек сіңеді. Неліктен пайдалы дейтін болсаңыз, бұл дайындалған тағамның құрамында өте пайдалы дақылдар көп және бауырды әртүрлі зиянды әрекеттерден қорғайды. Маңызды ескерту, егерде сізде диабет болатын болса, міндетті түрде бұл тағамдарды, майлы тағамдарды аш қарынға жеуден сақ болыңыз. Олай болса, бүгінгі видеомызды қорытындылайық. Тамақтың бұл түрі қауіпті емес, бірақ оны дұрыс және аз мөлшерде қолдану жеткілікті. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық. Келесі кездескенше сау.